Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз тефтели жасаймыз. Картоппен қосылған. Духовкада өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ол үшін бізге жарты килограмм фарш керек, бір жуа, 2 жұмыртқа, күріш, 1 стақан, бұрыш, тұз және 1 ас қасық ұн. Осының барлығын қосып, жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Әбден араластырып болған соң, бір біртіндеп алып, домалатып, бір ыдысқа салып тізіп шығыңыздар. Өздеріңізге оңай болады. Ең біріншіден осылайынан тефтелі дайындап аламыз. Содан кейін картоп жасауға кірісетін боламыз. Лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Подписка жасаңыздар маған. Осындай дәмді тағамдар салып отырамын. Соус жасаймыз. Ол үшін бізге жуа, сәбіз жақсылап тұрып қорып аламыз. Содан кейін үстіне томатпен сұғыямыз. Өстіп листіге картопты саламыз да, үстіне тефтелді салып, жаңағы соусымызды үстінен құйып, духовкаге 200 градусқа 1 сағатқа қойып қоясыздар. 1 сағаттан кейін қараңыздар, қандай күшті болып шығады. Өте дәмді. Дәмін мен сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Әсіресе ата-енем қатты қуанды. Қыздар, бұл тағам тез әрі оңай жасалады. Сондықтан жасап көріңіздер. Рахмет, сіздерге ас болсын.